Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Диас кезет достар. Сіздерге рахмет, үлкен рахмет, 32 подписчикке жеткізіп Алла разы болсын достар. Достар, мен де дәл қазір жама жаңалық болайын деп тұр. Ол жаңалықты Clash of Clans енді ойнатылмайды. Яғни айтқанда, YouTube каналымызда енді Clash of Clans'тың видеолары түсірілмейді. Вообще. Өйткені достар, менің бұрынғы ойынның PUBG Mobile'ды қайтарып алу үшін соны өшіріп тастадым. Өйткені менде Clash of Clans'ды оншалықты қатты қызықтырар жоқ. Көбісі ойнамайды достар. Ал сосын достар, Free Fire'ды мені қызықтырып жүрген жоқ. Егер Free Fire қалдыр дегіңіздеріңіз келсе, онда комментарияға жазып кетіңіздер. Достар, оразыларыңыз қабыл болсын. Осы жағдайда міне сағат 0:39-да айтайын деп тұр, почти 40 болайын деп тұр. Достар, бұл жағдай енді қиын болайын деп тұр. Ал егер Clash of Clans'тың ойына бір жаңадан басқа бір ойын тапсам, соны комментарияға жазып жатармын. Ал достар, не дейміз енді басқа? Сіздерге айтарым, енді мына PUBG Mobile'дың достар, аққашы менде достар екінші жаңалығым бар екен. Ол жаңалық инста парақшам достар. Мен осы инста парақша аштым. Инста парақшамның атын достар, міне көріп тұрсаңыздар, атын Диас КЗ деп қойдым. И потом менің атымды мынарда тұр, Кайдаулов 2006 деп. Дәл осылай іздесеңіздер достар, менің инста парақшамды табасыздар. И потом достар, менде дәл осындай әншінің несі тұр достар, рэпердің. Ал достар, сіздермен болған Диас КЗ достар. Видеоға лайк басып, комментарияға бір Free Fire'ды қалдырайын или қалдырмайын жазып кетіңіздер. Дейо достар, сіздермен болған Диас КЗ.